Сәлем бәріне, қалайсыздар? Бүгін Жизуха 34-ші серияға превью жасайтын боламыз. 33-ші серияға жасалған міне. Бұны видеоға түсірмедім. Енді видеоға түсірудің дымда қажет жоқ деп ойладым, бірақ 34-ті түсіру керек болды. Енді просто бәрі қайталана береді. Сол себептен желанием да болмай қалды түсіруге. Енді бүгін 34-ті түсіреміз. Қаншама уақыт болды TikTokқа и YouTube-ға видео салмағандықтан. Қазір новыйдан документ жазып етеміз. Барлығы бұрынғыдай Ctrl-N. И сосын бізде шаблон өзіме дайындап қойған міне. Сізде тұратын. Жоқ, бұл не? Бұл емес. Қайда міне, мынау. Міне. Осы біздің шаблон. Соны мында келеміз. Все, міне. Бұл Ctrl-I. Все. 34 деп өзгертеміз. Жинап аламыз shift-пен. Сосын үстіге түсіреміз. Көтереміз үстіге. Сосын папканы жабамыз да қайтадан Ctrl-E сосын мягкий знакты басамыз. Үстіге кетеді. Біздегі астындағы суреттер қалады. Оларды қайтадан shift-пен белгілеп алып, Ctrl-G, Ctrl-G группаға болады сонда. Бір группаға. Все. Жизуха 34-те сонда кімдер келген ғой? Келін жандар. И сосын кім? Мен ойлап тұрмын, осындай главный не қылдырамыз деп. 30 серияда ойлаған мен, кім Нұржан Төлендиев шығады деп, Пука. Төлендиев. Оказывается, жай ғана бір ғана кадр көрсетті. Главный қылып 30 серия деп алсам, ондай болған жоқ. Қазір не болып тұр да? Сурет бізде объект, қандай объект дейші? Смарт объект. Ондай белгі тұрады, осыдан бассақ, білет мышкамен бізде осылай отдельно файл болып шығады. Осы жерден біз суретті қиып аламыз. Все мына жерде. Масканы Ctrl-мен басамыз. Мына жерден былай. Бізде пайда болады. Сосын масканы басамыз. Болды. Қайтадан файлға келеміз. New projectке. Сосын Ctrl-J дейміз. Растирайз дейміз. Растировать етеміз. Жай неге. Ал үстіндегі біздегі ол болса осылай болып маска. Сохраняем дейді. Smart object uploaded. Яғни бізде міне қараңыздар. Болды. Яғни бізді үстіге жібереміз. Бана Ctrl-E мягкий знак. Ой, твердый знак. Жібереміз. Все.
together. We could have lived this dance forever, but now